Эми Умеров узеранды махкеме девам еті. Меджилис рейсы муавинын ишынын невбеттеки сефер Кремль тарафындан идаре этелген Акмеждит район махкемесінде дінледілер. Топлашывда бір қачса девамында Умеровнын былтыр мартнын 19-ында АТР телеканалында чықышыны сейреті еділер. Шу вақытта махкемеде тәржіман Салединов болуна еді. Умеров нұтқунун тәржімесі эсасында қыбатлав құрыла еді. Имайянын сөзлеріне көре, Умеровнын айтқанларында экстремизм фикірі бойынша лингвистик экспертизаны янлыш тәржімеден еттілер. Салединовның сөзлеріне бинаен Умеровны айры бір ибаресі үшін қабатлаған еділер. Амма о Булавны айтмаған еді. Мы просто еще раз убедились в некомпетентности. Бізкене бұл тәржіманын илтисасы олмағаныны көрдік. Оның бүгінгі тәржімесінің метіндері иш малюматларының метіндеріне ішті тен келмей. Если такового нет, Тәржіменің бір қач варианты ола білсе, демек махкеме қарарының олмасы ләзім. Айтқаным кебе қырымтатар тілінден яны экспертизаны кечермек керек. Лингвистик экспертизаны кечермек ләзім. Тақиқатның суалері бойынша қырымтатар тілінде оған чағыруларны талил етмелі.